1943-44 жылдары солтүстік Кавказ бен Қырым жерінен бір талай халық өкілдері жер аударылған. Олардың саны 3 миллионға жетеді. Оның үстіне 1 миллионға жуығы балалар, әйелдер, қарттар мен ауру кісілер жолай қайтыс болған. Сол күнделетіп жаңағы апап жаңағы поезді саған ғой бұларды. Поезге салып, оны қайда баратын, қайда тұратын білмейді ғой. Айтып сол бәлен күні жүріп, жаңа келіп, қазақ деген елге келіп түсіпті ғой жаңағылар. Ол уақытта түскенде енді біз жас болсақ та жаңағы енді шет жағасын сәл енді есіміз не қылады ғой енді. Жаманшылық адамның есінен кетпейді ғой. Байтана деген жерге түскенбіз ең бірінші рет. Бұл Байтанада жаңағы әке-шешеміз мал бағып, жаңағы қойшы болып, сол жақта жаңағы жүреді. Содан сол жаңағы біз балалар шағасы менен, балалар менен ойнап, күліп, қазақтың тілін демде үйрендік те кеттік бір пәсте. Адам есінде мәңгі сақталатын екі нәрсе бар. Олар қатты қайғы мен қуаныш. Қарашай қызы Халимат Дүйсебекованың балалық шағындағы қаралы оқиға есінен мәңгі кетпек емес. Мынауын көрдің ба? Айналайын нан ғой бұл. Осы нан ғой бәрімізді соққа жеткізіп, туысқан, туған қылған қазаққа да Қарашайдың бәрін әкеп осы жаққа салып, сол бір анадан, бір атадан туғандай қылған осы нанның арқасы айналайын. Нанды қадірлей білу керек. Мына елді қазір ел болып Ғалия дейді. Галина Ивановна. Алғашқы келгенде бұны Архангельстен алып келді менің балам. Соным мұнан өзім кіргістіп үйіме ертеңіне ел жұртымды жинап, қазақ кершілігін істеп, малымды сойғыстып, ағайындарды, туысқандарды шақырып, бетін аштырып, жаңағы өзімнің қазақ салтымды істеп, күні бүгінге шейін сол қазақ салтымды үйретіп, келініме әлі күнге шейін үйретудің соңындамын. Игілчім болған жоқ. Өзім әйтеуір бұны өзім кіргіздім неменен әйтеуір бұ да мен сияқты алыстан келді ғой деп бұған қатты жаным ашыды. Өйткені мұның да жердің түбінде төркін төсі, менікі де жердің түбінде екеуіміз бір адамбыз. Бөлек емеспіз. Архангельстен келгеннен кейін бір жылдан кейін малға шықты. 10 жыл малда жүрді, бір адам ойпырмай сенің келінің орыс екен мынандай деп айтқан жоқ. Барлығы Құдай-ау сенің келдіңде келін жоқ жер үстінде. Айналайын бір бере саған, Құдай бере саған келін екен, оны орыс деп айтуға да болмайды. Сөйтіп жүріп сол бой жеттік. Содан мына әлі уақытқа жетіп, мына қазаққа тиіп, үбірлі-шүбірлі болдың дегенде қазақ айтқандай. Орыстан келінімнен 2 немерем бар, біреуінің аты Жанат. Қазір 6-шы класс оқиды. Өзім 3 айлығымнан бауырыма салып басқам. Жандос 1-ші классқа барады. Оны 4 айлығымнан бауырыма бастым. Галяның күйеуі ең тұңғышым. Одан кейінгісі жаңа тастағы ең кенжем. Мен 5 бала жерге салдым ғой. 7 тудым мен. Оның аты Сейтқали. Қазір оған келін ап бердік. Бір немереміз бар одан. Қазір 7 ай болып, Каукар деген қызым бар немере. Халимат мына көршілермен бірге жасап келеді. Мына жерде қазақ балаларын дүниеге келіп, немере сүйіп отыр. Бір жеңнен қол шығарып отырған тату-тәтті орта. Өйткені жерде, тағдыр да ортақ. Бірге жеп, сіз бізде болыңыз. Шай ауқат бөліп. Өршенде
Олар да қазақ болып кетті. Маған сәсет жақын тұр бір семья. Олар да. Ол менде 30 жылдан асып қалды. Жақсы тұрамыз. О, неміс болса олар да қазақ болып бізбен араласып жүр ғой. Әлгі қазақта жоқ болса бір сарым тұз ауысады ғой. Сол сияқты сүтіміз болсын, жұмыртқамыз болсын, бір-бірімізде жоғын сұрап беріп деген сияқты. Нан болса да сұрап әкетеді, қайтып әкеп береді. Ауысып тұрады. Осы үйде мысалға бір нәрсе болмай қалса, бізде болса, соның бәрі келіп тұрады, сонда сіздерге тарынбайды. Bizde sonday tarımbayın yok kalsa misal. Bitti nereden özler bu kadar. Çok vakitler. Alıp olup durmaydı kança degen. Күні бүгінгі шейін бір адаммен ұрсып та көргеніміз жоқ. Жаман екенімді, жақсы екенімді әйтеуір адаммен ұрсып көргенім жоқ. Осы уақытқа шейін. Келсе дастарханым жаюлы. Кел ал, әйтеуір адамның келген, кеткенін жақсы көрем өз басым. Бітпе кетті ғой. Жақсы наурыз көрсең бұл не іш керек, соны айтып, аяқта бұл. Наурыз көрсең. Осы көрсеңіз бәрімізде наурыз көрсең. Кеше іштейік бүгін. Мен өзім 14 жасымда келгенім рас бұған, жас келген. Ол уақытта комендant деген бұған, Қарашайларда. Сонан кейін жаңағы бұны соттайтын болды ғой, күйеуімді. Жасалды деп жаңағы, қуды ғой. Содан әйтеуір жаңағы өзім төркінім қой, біреудің жалғызы. Сотталып кетпесін деп әйтеуір бұның жаңағы қағазда жаңағы несі ашықпа болған әкесі жаңағы ашықпа қылып жаздырғанда деп жаңағы өзімнің әкемді жаңағы жаманатқа салып, сөйтіп үлкейтіп алды ғой. Сөйтіп 36 жылғы болып, сонымен сол жаста жүрмін мен қазір. Бірақ күйеуім айтты, жаным тірі болса деп. Апа, ешқандай ренжіме, жылама. Мен әйтеуір тірі жүрсем, қызыңды жылда жіберем деді. Сол уәдесіне жетіп, күні бүгінге шейін бұған рахмет. Көзегесі көгерсін, көрпесі ұлғайсын, күні бүгінге шейін жібереді мені сояға. 2 ай жүріп келем, 3 ай жүріп келем, барып келіп жүрем, жылда барам, жылда келем. Еліне деген сағынышы жол бойы жүрегін жарып жіберетіндей. Ағайын туыстары соғыс біткен соң еліне оралған. Кавказға Халиматты да тартып әкетпек болған. Шешесі байғұс, тимеңдер, жас ошағын бұзбаңдар деген. Оның аналық мейірімді жүрегіне, адал сезіміне мың алғыс. Соңғы келісіне де 1 жыл өтіпті. Өзгерістер бар. Біреу немересін үйлендіріп, біреу шөбере сүйіпті. Ал енді біреулер дүниеден өтіп кеткен. Қарашай қаласы да жыл сайын көркейіп келеді. Иә, өмір өтіп жатыр. Қазақшылықтан жаман көргеніміз жоқ. Қазақтарды осы күнде Кавказға барғанда қазақтың атынан көрсе, елдеріміз жүгіріп жүреді артынан. Айналайын, үйге келіңдер, қонақ болыңдар. Біз сендерден күн көргенбіз, сендерден жан сақтағанбыз. Сендер бізді өмір сүргізген, бізді адам қылған, өлген жұттығаннан қаған біз ашашылықтан. Сендердің бір күсек нандарың мұнан өмір сүргенбіз. Бір пияла бидай қуырса, жарым бізге беріп. Жаңа малы бар, сиырлары бар, айраны бар, сүті бар, жаңа қарайласып. Соның мұнан жаңа бауырмашылы болып, бір тумаса да бір туғандай болып кеткен ғой қазақ бұнан. Қазақтан зиян көрген жоқ, жаманшылық көрген жоқ.
бүтін бір халық не жаман, не жақсы болмайды. Халық түгелдей кінәлі болуы да мүмкін емес. Не бір патшақлықта, не бір башқа түрлі жерде, бір жерде ол артықлық болмаған. Кесерінде қазават еткен, адамларын көшірген еткен ол жаңыз Сталин заманында болғандан башқа бір жерде ол болмаған. Қандай геройларыңыз болды қалай көшірген ол бізде? Мен жаралы болып, старший лейтенант командир взвода болып тұрғанмын мен. Ауыр жаралы болып, гипсле салынып, бері үйге келгенлейіме көшірген етілді. Документlerim boğalayıma, dokumentlerime de qaramayın. 15 kilogram alırız degen aytıp, vagonga salıp jibereyim. Kesleri biz Varaşilov деген kolxozda Южно-Казахстанский область, Пахтаралский районга барабыз biz. Kesleri alada жаңы құралған елде. Қиын заман еді, keslerden çoğları болмағанлай. O kesek zatlarında daha da bizni bile delit etip, bizge qarab, bizni adamça köp жұмшақлы kep Kazak millet. Мен анда екінші барып, ма бұл кітапты жазған сағатта. Ма бұл шерк история Карачаева шеркес ететін. Жер аударылғандардың бірі Лайпанов соғыс біткен соң жоғары білім алып, ғалым болып шықты. Қазақстанда Алматыда архивлерге қарап келдім. Фрунзеде, Ташкентте. Қарашай Черкес тарихы жөнінде кітап жазды. Онда біраз ащы шындықтың беті ашылған. Оның бір ұшығы Халимат тағдырына тіреліп жатыр. Ablayda suratı vardı hemen Patiyanı'da, Nuzulan'ın eksisinde. Oğlu çırğularımız, görüyorlar. Ondan sonra Kazakistan'dan Kaysız yerlide boğallarımızın kala karaqallarına bizge ne bile buluşqallarına köp robotikli ullu nagradalar alған saatlarında ma Karaçaylı alan işlerinde söz üçün optik stansiyada 52-ci yılda 27 robotik boğat talan öksü Karaçaylı boğat. Адам өмірі тамырын жайған ағашқа ұқсайды дейді. Бәйтерек қалай шешек атып гүлденсе, адам да ұрпағымен бақытты. Оның кіндік-қаны қайда тамса, сол жерде тегі қалады. Халимат бар болмысымен Қазаққа да, Қарашайға да ортақ. Қайткенмен де анасы бар үй ыстық шығар. Şeşemiz bir arada asıra ve sürüp o soğukka şeyim, kaz 85'te şeşim. Bizden pısık şeşemiz. Camanemiz. Жылда var batırımız, жылda kelip batırımız camanemiz. Жақсы. Özümnün, şeşemnin ol tuğan enisi. Benim ağaçım koy, tuğanın ağaçım. Ol o suyakta Kazakistan'da жүргенде, Kazak kadın öğlende айтысып, күні бүгінгі şeyin sol Kazak'tın kitabını okuy. Kazak öğlen айтады. Bizde o sunduk Kazakça, әлі sunduk Kazak'ты sonday аңсайды. Bir Kazakistan'a barsam, mağan bir kız ap бересің бе деп соғады. Былтыр барғанымда. Екі kız ap берем dedim оған. Сол күні күнге шейін олар Қазақты аңсап отыр ғой. Kıyınçılıkını da gördük. Kıyınçılıktan sonra da Kazaklı var, karap, çardan verip bizi açlıktan ölmedik, çalanaşlıktan ölmedik, acaldan öldük. Atanan da öldü. Atandan sonra senin gideceğin öldü. Ondan önce 5 plaka ettim beri. 3-4 söyle. Benim bunda da körgün kıyıllığım çoktu. Senin yaşamın kalaydı. Senin yaşamında, dalağında, başında senin hatan var mı? Yok. Ben sana kıynalama, kayga etmem. Kıynalma ben. Yeteyim, kalı yeteyim. Sen uzakta kaldın. Ben жылda kelip durma deb aytqam ama kelip durma жылda. Men Abim. kıynalma. Bırçakta keltirip durma dedi. Aytanca. Араға жыл салып келгенде талай өзгерістер бар. Тілдесіп қалмасақ, кім білет? Бүгін бар, ертең жоқ дүние емес пе? Баяғыда біз үшін көкте отырған біреу өмір ұршығын иіреді деуші едік. Сөйтсек, бәрі бос дүние екен. Халимат өз тағдырын өзі жасады.
екі елдің қызы, адам бақытты болу үшін көп керек дейді. Мүмкін солай да болар. Бақыт дегеніміз отбасының, ошақ қасының берекесі емес пе? Жери ауруйт, көкірегіме сыласам. Терекле ауыл, чоклары сынат, атыңы айтып жыласам. Атыңы айтып, жылап тебіресем, тоқтап қарайла бұлытла. Ақ деп табарып, жерге қаплансам, уал болала кырдықла. Атыңы айтып, жыласам тоқтап, қарайды көктен толған ай. Күйген жүрекке себеп бола алмас, жашнап